everyone. Today I teach about present simple tense to be. Барлығына сәлем. Бүгін мен сіздерге осы жайшақ болу деген тақырыпта керемет бір сабақ өтетін боламын. Так, біз present simple tense-тің to be және to do түрлерін білеміз, бірақ шатастырып жатамыз. Мысалға айтайын, көбіміз қарапайым мен сенімен келісемін, I agree with you дегенді I am agree with you деп айтып жататын бар. I am agree деп айтады. Жоқ, ол қате. Так, біз енді present simple-дің to be-дің нақты қай жерде қолданылатыны туралы сіздермен жасап бір бөлісетін боламын. Hey my friend, prepare your pen and paper because I will say the significant information about using present simple of be. Иә, достым, сонымен дәптеріңді және ручкаңды тез-тез дайындай қой. Себебі мен қазір present simple of be, яғни to be-дің present simple-дің қай кезде қолданылатыны туралы өте маңызды ақпараттар айтатын боламын. Дайынсың ба? Онда жалғастырайық. Біз жалпы present simple деген осы шақ деген мағынаны білдіреді. Ал be деген болу, яғни болу деген как адамға қатысты нәрсе айтып тұр ғой. Сенің жасың, сенің қандай әдемі, әлі сыпайы мінезің, или түрің қандай, или болмаса жұмысың, студентсің ба, так. Осының бәрі саған қатысты нәрсе. Яғни біз адамға қатысты нәрседе көбіне осы біз present simple of be-ді қолданамыз. Так, бұл жерде мен тағы бір нәрсе айтқым келіп тұр. Біз present simple дәл қазіргі уақыт екенін ұмытпаймыз. Неге? Өткен шақта қолданбаймыз, келер шақта қолданбаймыз, тек қазіргі шақта қолданамыз. Мысалға, так, use present simple of be. At first, біріншіден with age. Біз оны бірінші жаспен қолданамыз. Қай кезде? Жаспен. Жасымызды айтқан кезде. Мен мына жерде age-ті скобкаға алып қойдым, көрініп тұр, иә? Например, сізден how old are you? Жасыңыз қаншада деп сұрайды. Сіз сол кезде айтасыз, I am 18 years old. Мысалға 18 жастамын, мен 18-демін. Или болмаса так, I am 20 years old. Дұрыс па? Сен 20-дасың. Или сіз 24 жастағы қызды көресіз, ол бірақ өте жас көрінеді, жасынан әлде қайда, мысалы 20 жасар. Oh my god, are you 24 years old? Құдайыма, сен 24-десің ба? Өтірік айтып тұрған жоқсың ба? Типа осы сияқты жасқа қатысты нәрсе кезде present simple of be көмекке келеді, яғни to be. Так, дәл қазір уақыт қой. The second is we use present simple of be with an adjective. It's easy, көріп тұрсыздар ғой. Так, adjective скобкада тұр. Бізде adjective деген сын есім. Сын есім қазақ тілінде білесіздер. Заттың сынын, сапасын білдіреді. Тура сол сияқты. Ой, мынау арзан, ой, мынау оңай, ой, қиын екен, или мынау қымбат екен, или болмаса мә, сен әдемі екенсің ғой. Так, осының бәрі біз сипаттап жатырмыз, дұрыс па? Adjective қолданамыз. It's easy. Жай ғана бір мысал, it's easy. Болмаса, I'm self-confident. Мен өзіме сенімдім. Ал енді, the third is we use present simple of be with this and that. Так, this және thatпен қолданамыз. This деген мынау деген мағынаны білдіреді. That деген анау. Бізде қазақ тілінде сілтеу есімдіктері бар ғой. Анау, мынау. Так, мама айтады, ананы апаршы, мынаны апаршы, мынаны апара сал, ананы әкеле сал. Құдайыма қайсы екен білмейсің, дұрыс па? Тура сол сияқты ағылшында де сондай бар. This, that деген. Например, this is my bike. Мынау менің велосипедім. Болмаса, that is Helen's house. Анау тұрған Helen'ның үйі. Болмаса, мәм туысқандарыңыз келді дейік, мына кімнің үйі әдемі екен десе. Мына біздің көршінің үйі ғой. Анау ма? Ол біздің көршінің үйі. Так, сол кезде қолданамыз. Түсінікті ғой, иә? Так, бізде төртіншісі we use present simple of be with nationality. Nationality скобкаға алдым, көріп тұрсыз ғой. Яғни ол, так, қалай айтсам екен? Қазақсың ба, орыссың ба деп сұраймыз ғой. Яғни ұлтын айтқан кезде біз осыны қолданамыз. Бесіншісі бізде with jobs скобкаға алынып тұр. Яғни job деген бізде жұмыс деген мағынаны білдіреді. Например, сұрайды сізден
Сенің мамаң қайда жұмыс істейді, кім болып жұмыс істейді? Менің мамам дәрігер или мұғалім. Или айтасыз, студентсің ба, или қандай нені оқып жатсың, қандай мамандықта оқып жатсың. Короче говоря, түсініп тұрсыздар ғой, иә? Мамандықпен, profession, with profession or with job. For example, Jim is their dentist. Jim бізде кім? Jim бізде тіс дәрігері. Dentist деген тіс дәрігері, стоматолог. Айту мүмкін, are you dancer? Сен бишісің бе? No, I'm a teacher. Жоқ, мен мұғаліммін. Жалпы, біз present simple'ды осы 5 жағдайда қолданамыз. Түсінікті, иә? Енді қараңыздар. Бесеуін бәрін бірдей көрсеттім міне. Сіздер енді осындай дәптерге асықпай, менің айтқанымның барлығын бір кішкене болсын сіздерге есте қалатындай жазып алыңыздар. Мен мысалға жасты айтқан кезде айттым ғой, 24 жасар қызды көресіз, 20 жасар қызға ұқсайды. Соны жазып алыңыз мысал ретінде. Это сізге бұл кілт сөз болып саналады да, ертеңгі күні қиналмай present simple to be-ді шатастырмай табасыз. Түсінікті. Енді біз ары қарай жалғастырамыз. Сіздер қараңыздар. Алдағы уақытта мен мына тақтаны 3-ге бөлдім, қараңыздар. Плюс, минус, сұрақ белгісі, иә? Бұл не білдіреді? Біздің алдағы уақытта көптеген тақырыптарды осылай 3-ге бөліп өтеміз. Мүмкін 70% тақырыптың 70% осылай 3-ге бөлініп өтіледі. Яғни бұл методика, короче, өте оңай жолмен түсіндірілу үшін мен осылай сіздерге алдын ала түсіндіремін, 3-ге бөлемін. Бұл кез келген тақырыпта осылай 3-ге бөліп өтеміз деген сөз. Так, плюс бізде это positive affirmative. Яғни болымды сөйлем. Қазақ тілінде бар ғой, хабарлы, сұраулы, лепті сөйлем. Тура сол сияқты ағылшын тілінде де болымды, болымсыз, сұраулы деген сияқты сөйлемдер кездеседі. Грамматика барысында осы үшеуі хит қой, короче. Ал екіншісі минус, это negative sentence, болымсыз сөйлем. Негатив көп ойлама, яғни болмайтын нәрсені көп ойлама деп айтамыз. Тура сол сияқты жаттап алыңыз, болымсыз сөйлем. Ал үшіншісі question. Do you have a question? Сұрауың бар ма? Так, это уже сұраулы сөйлем. Енді нағыз грамматикаға өтейік. Мына am is-аны танымайтын, естімеген адам жоқ шығар. Құдай біледі, иә? Так, енді бізде present simple to be осы am is-а, осы бізде to be ғой. To be-дің am is-а түрін аламыз. Am is-аны алған кезде былай, am is-аны 3-ге бөлеміз. Жалпы бізде am is-а не үшін керек, не үшін қолданамыз, вообще атау бар ма дейтін сұрақ болады кей адамдарда. Am is-а это бізде көмекші етістіктер. To be. To be деген осы am is-а. Енді біз бірінші positive сөйлем. Жалпы қараңыздар, I деген мен, бәріміз білеміз, е? You сен, немесе сіз, сендер, сіздер, кете береді. We біз, they олар, he деген ұл балаға, яғни ол, she деген, яғни қыз балаға, ол деп аударылады. It жанды немесе жансыз. Жансыз заттарға әдетте жануарларға да қолданыла береді. Енді қараңыз, біз am is-аны барлығын ретсіз қолданбаймыз, өзінің реті бар. I-ға, яғни сіз өзіңіз туралы айтқан кезде am-ді қолданасыз. You, we, they-ға are-ды қолданасыз. Ал she, it-ке is-ді қолданасыз. Түсінікті. Енді біз сөйлем құрауымыз керек. Сөйлем құрау үшін айттым жаңа. Present simple to be-ді қай кезде қолданамыз деп 5 жолын көрсеттім. Біріншісі жасын айтқанда, екіншісі сын есіммен, үшіншісі this, that, одан кейін ұлтыңды айтқан кезде, одан кейін барып, соңғысы мамандығыңды айтқан кезде. Қазір бірінші сөйлемді айтайын. Жаңағы present simple to be-дің қолдануындағы 5 жағдайдың қалағанын сіз осы жерде жасай аласыз, қолдана аласыз. Мысалға, жасыңызды айтатын болсақ. How old are you? I am 18 years old. Болмаса, I'm pretty, you are kind, we are lovable, or we are students, or they are doctors, so he is lonely. Так, осылай кете береді. It's easy, it's difficult. Біріншісі жаспен дедік. I am 18 years old, so you are pretty. Ты, яғни сен әдемсің, сен красавицасың деп мағынада қолданамыз. Тамаша адамсың ғой деп.
we are Kazakh, мысалы бұл жерде уже не ұлт айтылып жатыр, біз қазақпыз. You are pretty деген ол сипаттап тұр ғой, себебі сол үшін сын есім болады. Kind деген мейірімді, they are kind, we are kind, you are kind кете береді. Сен мейірімдісің, біз мейірімдіміз, олар мейірімді. Kind бізде уже не болып саналады? Мейірімді болғаннан кейін сын есім, adjectives. Алғашқы 3 жолын айттым. Енді келесісі 4-5 жолдарында, например, айтқанмын. He is a doctor, or she is a student, it is a simple. Кете береді. Например, ол дәрігер, ол студент, және бұл оңай. Кәдімгі нәрсе ғой деген сияқты. Қалай айтсам, he is a doctor. Мамандығын айтып жатырық, немесе жұмысын. Кім болып жұмыс жасайсың, немесе мамандығың не деген кезде, he is a doctor. Ол дәрігер. Болды бір жол. Студентсің ба, әлі оқушысың ба? She is a student. Ол студент. Ал енді it's simple. Simple деген жай, яғни кәдімгі күнделікті көріп жүрген нәрсе, ешқандай бір таңғаларлық нәрсесі жоқ деген мағынада қолданамыз. Енді біз негатив сентенсқа өтеміз. Енді болымсыз сөйлем. Мына бұрышты көріп тұрсыздар. Енді алдағы уақытта өйстіп негатив, позитив деп жазып тұрмаймын. Осылай белгімен қалдырып кете саламын. Бұл бәрімізге түсінікті болсын деп ем. Негатив аты айтып тұр, болымсыз, яғни жоққа шығару. Жоқ. Короче. Ал жоқты біз ағылшын тілінде not түрінде аламыз бұл кезде. Мысалға, позитивте I am 18 years old болды ма? Ал енді мен 18 жаста емеспін деп ағылшын тілінде айту үшін тура M мен 18-дің ортасына на жерге келестерді нотты қыстыра саласыздар. You are pretty. Сен әдемісің десең, мысалы сен бір красавица, күшті адамсың деген кезде, ой, ол жақсы адам емес дейсің. You are not pretty. На жерге қыстырамыз. Деп қыстыра саламыз ғой. I am not 18 years old. Мен 18 жаста емеспін. 18-де емеспін. You are not pretty. Сен әдемі емессің. Oh, we are not beautiful. They are not kind. Сен мейірімді емес, олар мейірімді емес. Кете береді. Нотты қыстыра саламыз. He is not a doctor. She is not a doctor. Ол қыз немесе ол дәрігер емес. It is not simple. Бұл оңай нәрсе емес. Жаңағы айтқанмын. That және this туралы. Енді that is not your book. Анау тұрған сенің кітабың емес. This is not our bag. Бұл біздің сумкамыз емес. Түсінікті ғой, нотты, болымсыз сөйлем болса, нотты қыстыра саламыз. Бізде question. Қараңыз. Позитивте I am 18 years old болса, мен 18 жастамын деп айтсақ, questionда бізде am алдына шығып кетеді. Am is-аның барлығы мысалға. Questionда am I 18 years old? Мен 18 жастамын ба? Am I beautiful? Мен әдемін ба? Осылай кетеді. Түсінікті, иә? Мына жерде you are kind болса, questionда қараңыз, are-ды алдына шығамыз. Are you kind? Are we kind? Are they kind? He, she, itте де is алдына шығады. Is he a teacher? Ол мұғалім ба? Is she a Korean? Ол кәріс па? Естіп кете береді. Is it a Korean? Мынау корейский зат па? Осылай кете береді. Бұл бізде question. Енді сабақты бір қорытындылап өтейік. Present simple to be. Positive, negative, question. Дұрыс па? I am kind. Am is-ын қолданатын білеміз. Қайсыған екен? Positivте I am kind. Negativте нотты қыстырамыз. Questionда am is-ын алдына шығарамыз. Түсінікті. Енді сіздерге бір remembering, яғни есте сақталу керек. Мына дүниелерді қарап аламыз. You are қысқартылып астында көріп тұрсыздар, апострофпен жазылып тұр. He is. He is-ін қысқартылғаны көрініп тұр, I am-ның қысқартылуы көрініп тұр. Ол кітаптарда көбіне осылай келеді. Ол дегеніміз қате деген білдірмейді, ол просто қысқартылуы. Енді қараңыз, you are not негативте. You aren't. Немесе we aren't, they aren't. Қысқартылып келеді. Бұл екеу де дұрыс. Просто екіншісі, ол бізде екіншісі деген мұны, ол қысқартылуы. Мынау бізде қысқартылған түрі. He is not, he isn't. Осылай кете береді. Бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Пайдалы білім болсын.